Сәлеметсіздер ме? Мен жасыл экономика номинациясының қатысушысы, Юрий Гагарин атындағы орта мектебінің сынып оқушысы. Біздің жобамыздың басты тақырыбы ол салауатты мектеп жобасының негізінде еріктілер жұмысын ұйымдастыру. Және де біздің зерттеудің мақсаты ол салауатты мектеп жобасының негізгі волонтерлік жұмысты ұйымдастыра отырып, мөлтек ауданымыздың ортаның тазалығын анықтап, көше арасында мониторинг жүргізу. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл Саян ауданы экологиялық және табиғат жағдайынан да өте көрікті, бай екені бізге мәлім. Сол үшін де біз еріктілер ұйымын құрған болатынбыз. Және де жоспарланған іс-шараға келетін болсақ, менің жұмысымның бағыттары үшке бөлдім. Ол бізде жасыл елдің өзі, жасыл желікке, және де табиғат аялайық, және құстар біздің досымыз болып үшке бөлдім. Және де біздің еріктілер ұйымының құрылғандағы басты эко қадамы ол бізде эко-клубтың құрылуы, онлайн чаттар құру, онлайн жұмыстар жүргізу, мониторинг жүргізу және де нәтижелермен онлайн бөлісу. Яғни онлайн чаттар құру кезінде біз әртүрлі көшелерге WhatsApp және де Telegram арқылы әртүрлі чаттар ашқан болатынбыз. Ол жерде бізде көшеміздің тазалығын сақтайық, осындай мәліметтер беріледі. Яғни халықты өзіміздің ауданымызды тазалыққа шақырдық. Және де бізде сонымен қатар жұмыс барысының сызбасы ретінде бірыңғай экологиялық интернет ресурсы, және айтқандай WhatsApp, Telegram арқылы ата-аналарға арналған экологиялық сабақтар өткізіледі. Сонымен қатар бізде оқушының ескертпесі ретінде электронды базаға тіркеу, сонымен қатар бізде арнайы үндеу қағаздары таратылды. Ол үндеу қағаздарында бізде құрметті мөлтек аудан тұрғындары және де осы аудан тұрғындары салауатты көше акциясына белсене араласуын сұрайтынымыз туралы жазылған. Және де өзіміздің табиғатымызды, өзіміздің экологиямызды тазарту үшін ең алдымен өзімізден бастау керек екені туралы жазылған. Және де бізде қайта бақылауға алынады, және де біз өзіміздің еріктілер ұйымымен топ болып бірге жұмысқа араласамыз. Және де мына жерде көріп тұрғандарыңыздай бізде басты еріктілер ұйымының жүргізілген көшелері берілген. Сонымен қатар бізде таза табиғат, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай бізде әртүрлі саябақтарда, сонымен қатар басқа да қоғамдық ұйымдарда, қоғамдық жерлерде тазалық жүргізілгенін көруге болады. Және де келесі бізде ол Жемени өзені. Өздеріңізге мәлім болғандай, Жемени өзені қазіргі таңда экологиялық мәселелерге ұшырап жатыр. Оны шешу жолдарымен біз өзіміздің еріктілер ұйымы тобымен бірге Жемени өзеніне әртүрлі шаралар, яғни экологиялық мәселелер шешу үшін әртүрлі шаралар өткізген болатынбыз. Және де табиғат аялай, және айтқандай әртүрлі үндеу қағаздары халыққа таратылған болатын. Ол үндеу қағаздарында экологиямызды қалай сақтау керек екені туралы, және де халықты осы экологиялық мәселелерді шешуге шақырғанымыз туралы көрсеткен болатынбыз. Және де құстар біздің досымыз. Яғни біз қалып қалған бөтелкелерден, және де тағы да басқа материалдардан құстарға ұя салып, оны мектебіміздің ауласына, саябақтарға, әртүрлі қоғамдық жерлерге, және де басқа да көшелерге орнатқан болатынбыз. Және де бұл бізде көріп тұрғаныңыздай достарымыз бірге акция аясында. Одан кейін, және айтқандай, қалып қалған бөтелкелерден, сонымен қатар басқа да материалдардан осындай құсқа ұя жасаған болатынбыз. Бұл ұяларды, және айтқандай, әртүрлі жерге, көшелерге, мектеп аясына, мектеп ауласына, саябақтарға ілген болатынбыз. Енді соңғысына келетін болсақ, ол бізде нәтиже барысы, өздеріңіз көріп тұрғандай, жасыл ел, құстар біздің досымыз, табиғат аялайық, сол бізде жүргізілген басты шаралардың нәтижесін көрулеріңізге болады. Және де біз еріктілер ұйымымен айына 2 рет өзіміздің жиналысымызды өткізген болатынбыз. Ол жиналыста бізге келесі қандай қадам жасауға болады, табиғатымызды қалай қорғау туралы бізде көптеген мәселелер жазылды, оны мына суреттен көрулеріңізге болады. Қорытындылай келе айтайын, жастар ұлт келешегі, қоғам айнасы. Оларға қарап біздің ертеңімізді болжауға болады. Сонымен қатар, яғни біздің табиғатымыз таза болсын десек, экологиялық мәселелерін шешілсін десек, ең алдымен өзімізден бастайық. Сондықтан да олардың қызығушылығын қоғам еліне қарай бұру бұл дұрыс дүние деп санаймыз. Назарларыңызға рахмет.